Алло, привет, қалайсың? Бұл кім екен, танымайды екем. Мен ғой Әйгерім. Сен Әйгерімсің ба? Иә, мен ғой неге танымай қалдың, сақтамадың ба? Сен номері менде бар, бірақ сен жаңадан номер алғансың ба, не? Иә, жаңадан номер алдым. Актив алғанмын ғой, Билайн, вообще ұнамай қалды. Жарайды. Не айтпақшы, аэропортқа дайынсыңдар ма? Иә, дайын отырмыз, алып кете бер. Жарайды, да қазір барамыз біз. Аха, так. Болсаңшы, қазір аэропортқа кешіп қаламыз ғой. Тоқ, құрсын, не болды кешігетіндей, не? Алысқа кетіп бара жатырмыз, жақын тұрған аэропорт емес па? Онда тезірек болшы. Жарайды. Ал сіңілің дайынсың ба аэропортқа отыруға? То есть аэропортқа баруға және ұшаққа отыруға. Сен себебі аэропортқа да бірінші бармақшысың және ұшаққа да бірінші отырмақшысың. Иә, дайынмын әпке. Онда бірінші отырмақшысың ба дегенсің ба? Бірінші рет? Иә, мен бірінші рет отырмақшысымын. Сендер де жол бойы көп сұрақ қойдыңдар ғой. Билет істеп жатырмын. Істедің ба? Иә. Кеттік онда. Мен қайтып қалдым. Аэропортқа құрсын бірінші келіп тұрғансын, қайтам дейік. Кеттік жүр. Тезірек барып, ұшаққа аман есе отырайық. Әпке, мен жота қорқып тұрмын. Неге? Сол ойбай, мынау қатты жүгіремін, немене өлі? Әпке, неден қорқамын мен? Қорқпа. Келдік. Келіп қалдық болжым. Иә. Айтпақшы, не айтпақшы? Сендер дейтін ұшаққа бірінші рет отырайын еткен секілдісіңдер ғой. Иә. Артық аяққа барып отырайықшы онда. Жоқ, отыра бере өшер ыңғайлы. Қорқам, құрбым. Жетпей жатыр маған. Мәссаған, терезе қарасақ жерге құлайын деп жатырмыз. Енді не істейміз? Өрт шығып жатыр. Аяққа барып көрейінші жайлап. Мияқта ешкім жоқ қой. Айдаушы қашып кетті ма? Қалай қашады? Өтініш. Әпке, ауа жетпей жатыр. Иә, ауа жетпей жатыр бізге де. Енді не істейміз? Бекер бардық. Мияқта тек тамақтары болды, басқа түк жоқ. Өрт қайдан шыққаны тіпті белгісіз ғой. Иә. Есті боларда жол апаты болып, жерге қалмайды. Сіңілім, тұршы. Әпке, біз қайдамыз? Ұшақ қайда? Біздің банағы жеріміз қайда? Біз басқа жерде едік қой. Мен баны жүрген кезде, кішкене көзін ашқан кезде Ерасыл мен Әйгерім сөйлесіп жатып, құлап қалды ғой. Мәссаған, енді қайда барамыз? Может, аяқтарға барып көрерміз? Мен үстім бәрі прям суланып жаралы болып жатыр. Мен үсіп қалдым. Мен де суықтап қалдым. Айттым, бегер ұшаққа отырдық. Менің кесірім барлығы. Не үшін сіз өз кесіріңізді кінәлайсыз? Сіздің кінәлі емес қой, ұшақ құлап қалды. Сіз ұшақты құлатпадыңыз, ұшақ кінәлі оған. Жоқ, өрт шыққаны қайдан белгісіз екен білмеймін. Бірақ мен жаман ойлар туындады. Егер ұшақ апаты болып қалса не істейміз деп. Жоқ, ол өтірік қой, сіз оған сенбеңіз, сіз оған өзіңізді кінәламаңыз. Өрт қайдан шыққаны бірақ белгісіз. Біз өзіміз телефон қарап отырған кезде ол шығып кетті ғой. Иә, ұйықтап жатырғанда шықпағанына шүкір етейік. Енді ұшаққа отпайтын не болып қалдық. Хотя бы үйде отырып, басқа қалаларға да шығуға керек еді. Басқа қалаларға, немесе Алматы, Астанаға пойызбен баруға болатын еді, немесе көлікпен. Ұшақпен бекер болған екеніміз. Босқа өз досынан айырылып, мен өзімнің бала кезден бері дос болған құрбымнан айырылып қалдым. Енді айдалада үйімізді таба алмаймыз. Сөйтіп жүретін шығармыз.